Ассаламағалейкум. Бүгін 2019 қыркүйектің 25-і, кеше 24-і қыркүйек ата жұрт еріктілерін мемлекеттік заңды тіркепті деген қуанышты хабарды естідік. Бұл жалпы іштегі сырттағы қазақ үшін өте бір қуанышты жағдай. Бұл 3 жылдан бергі ата жұрттың 4 рет тіркеу ұсынылып, 4-ші ретінде де қайтқан. Бұл шынында бір қуанышты хабар. Сондықтан бұл әр қазақ үшін, осындағы іштегі сырттағы қазақ үшін өте керек. Қазақтың құқын қорғайтын, қазақтың арызын, мұңын естіп, құзырлы орындарға жолдап, олардың құқын қорғайтын осындай бір сауатты ұйымның қазаққа керек екендігі ауадай қажет. Сонымен бірге аяқтан шалатын жаңағы бақас ежелден бері қарай жалғасып келе жатқан осындай бір бақас топтар пайда болып, тағы да неше түрлі айтып жатқан көрінеді. Серікжанмен, яғни олардың атаманымен бірге жұмыс жасаған кезде Ербол мен Қайрат ұлтшыл батыр болып айтылды. Ал енді олардан бөлініп, заң шеңберінде сауатты жұмыс жасап еді, олар ұлт сатқыны аталды. Яғни ата жұртты ыдыратып, Қытайдың ықпалына, сырттағы іштегі күштердің ықпалымен жүріп, ата жұртты бір жол ыдыратты дейді. Осындай жалалы сөздер айтып отырған кімдер екені белгілі. Сондықтан тіркелген өкіметтің заңды тіркеуінен өткен ата жұртты сотқа береміз деп сөйтіп айтып жатыр екен. Жаңағы Бекзат Нұрқандардың лекциясында айтылыпты. Сонда олар мемлекеттің департаменті ата жұртты тіркеген, соларды сотқа берсін. Мемлекетті өкіметті сотқа берсін. Олар ата жұртты басқарып келген Ербол мен Қайрат Байтолла екеуінің ешқандай бұлардың заң шеңберінде істейтіндігін, олардың сауатты жұмыс істейтіндігін біліп, бағамдап, оларға баға ретінде осыны тіркеп отыр осы ұйымды. Сондықтан ешқандай бір эмоция бермейтін, аузына келген, келмеген бәрін сөйлемейтін, керек нәрсені айтатын, осындай салқын заң шеңберінде істейтін ұйымды арнайы тіркеп отыр. Соған енді бақас жаңағы топ қайтадан су бетіне шығып, қайтадан қарсы сотқа береміз, үйтеміз деп жатты. Ал мына Нұрқан Сұлтанбайға келетін болсақ, бұл кісі мен бұрыннан танимын. Қыста осыдан 8 ай бұрын ғой деймін, мен бір сыни пікір айтқан болатынмын. Онда да досшылатып айтады деген сияқты. Сол кезде айтқанда, бұған айттым да, саудың тамағын ішіп, аурудың сөзін сөйлеген сияқты сөздеріңіз. Өзіңіз Аллаға құлшылық қылады екенсіз, ол құлшылығыңызды ұмытып, Серікжанға мадақ айтатын, 24 сағат мадақ айтатын ауыстырып алған сияқтысыз. Сіз үйтпеңіз, адамға табынбаңыз деп сөйтіп айттым. Және сол жерде мойныма крест тағып, христиан болып кетуге дайынмын деген жаңағы атаманның сөзіне мен өзгертіп қарсы өз пікірімді білдірдім. Серікжанның тобын қолдай отырып, сол кезде менің өзімнің әділетті көзқарасыммен жаңаректегі соған ашық пікір білдірген кезім болды. Содан сол Нұрқан Шұрқан ағамыз сол 1 ай бойы маған үнемі жұма намазына кетіп бара жатырмын деп қарғыс жазады да, WhatsApp'та мен өшіріп тастаған телефонның сообщениесіне сөйтіп жазады. Содан кейін сізге Алла тағала зор денсаулық, бақыт берсін деп жазам мен. Соны 1 ай бойы сөйтіп жазды. 1 ай бойы сөйтіп маған сөйтіп хат жазады. Сонда сол мен күлем соның әрекетіне. Анау кісі шамданатын немене нәрсе емес. Мен бақыт тілеймін сізге, зор денсаулық тілеймін деп жазып қоям керісінше. Содан Астанадағы Серікжанның соңғы сотында барған кезде сол жерге амандассам, жаңаректе тағы теріс бұрылып қашып шегініп бара жатыр. Содан кейін мен өзім содан
таң қалам да. Осындай адамдар мисал халықтың ұлтшылы болып, ұлтшылдардың қатарында болып, осы халыққа бір пайдалы қызмет қылады дегенге мен сенбеймін. Халыққа қызмет ететін бір тұлғалы адам кез келген адамды кешіреді. Ал енді мына саясатта жүрген адам, олар эмоцияға берілмейді. Ал 3 күнге дейін біреуді кешірмей бір ай бойы қарғыс айту деген, ол ешкім қарғыс айту деген өте қайтарған негізі исламда. Ерекше бір жағдайда, мисал Қытай секілді зұлымдық жасалып жатқан, ашық жасалып жатқан кезде соларға қарғыс айтады. Ал енді өзің бауырыңа қарғыс айту деген ол қандай нәрсе? Қандай? Былайынша ол кекшілдік сондай қалып барады да. Исламды түсінбеген адамның, жаңағы адами қасиетті білмеген адамның әрекеті. Сондықтан солардың жаңағы сондай бір ұлтшылдар біз деп бүкіл жаңағы миллиондаған қазақ ұлтшыл емес, солар ғана ұлтшыл болып сөйтіп жүруі біздегі бір трагедия деуге болады да, қысқасы. Сондықтан мына Ербол мен Қайраттың заңды тіркелген ұйымын солар сотқа береміз депті. Сонда олардың сауатсыздығы соншалық, ештеңеден хабар жоқ екендігі, тек қана ұрдажық, жаңағы идеямен ғана жүретіндігі, тек қана жеке басқа табынушылықтың күшті белең алуының бір көрінісі екендігін білдіреді. Сондықтан соны алдында Серікжан ұсталып кеткен күні конференция өткізеді деді. Сол күні Амандорды көріп, намаз оқимын деп Нұрқан неге кетті, бой бермей неге кетті деді мешітке. Артынан Құнанбай екеу, Құнан сыртқа шығып қайта кірсе, Нұрқан жоқ дейді. Құнанбай өз аузымен маған айтты, Нұрқан таппай қалдым, телефонын өшіріп кетіп қап түсті деп. Телефон соққаны менің әлі есімде. Содан тайып тұрыпты. Кейін сол кеткеннен мол кетіп Түркияға кетті деді. Сондай түрлі нәрселер желеу етіп сөйтіп жүрген адам ұлтқа, халыққа қызмет ете ме? Сондықтан біз ойланайық. Сондай адамдардың сөзіне ерудің қажеті жоқ. Біз Ербол мен Қайраттың тіркеткен жаңағы Атажұрт еріктілер ұйымына халық соған келіп арыз беру керек, соларға қолдау көрсету керек. Сондықтан олардың айтып жатқан Атажұрт еріктілер заңсыз ұйым деп айтып отырғандары саяси сараптау емес, саяси жала жабу, іріткі тудыру, нағыз іріткі тудыру кім екендігі бұл жерде белгілі болды. Сондықтан халыққа жұмыс жасап, кешеден бүгінге дейін қаншама адамдардың арызын қабылдап, Серікжанның артынан жоқтаушы болып, бүгінге дейін шыққанына дейін, тойына дейін жасап берген Ерболдарға мынандай істеп отыруы олардың қандай екендігін көрсетеді. Артынан Серікжан ұсталып кеткен кезде артынан қуалап барған кім? Сол Ербол мен Қайрат емес пе? Бүкіл жұрт теріс айланған кезде солар ғана артынан іздеуші болып, жоқшысы болып барды. Соларды енді сатқын, анау-мынау деп айтуы олардың қандай жалақор, қандай адамның жақсылықты білмейтін сондай адамдар екендігінің белгісі. Сондықтан бүгінгі Атажұртты тіркелген заңды Атажұртты халық болып қолдауымыз керек. Халық